Açtın gülünge yetikim yettin gülünge aynalayın kara. Aziz siz ne istiyorsunuz? Canım ben uşuk үйреп жатырмын. Ne ısık деген ne? Ұршық деген жеңіл жүн үйіретін құрал. Бұнымен біз кәжекей тоқимыз, селпек тоқимыз, носки тоқимыз. Бұл жүнді түйенің қойдан аламыз. Жүнді үйіріп болдық. Енді осы үйірген жүннен саған жылы жүрсін кеудеше тоқимыз. Жүннен түрлі заттар тоқып істеуге болады. Жәзімен қарнасты. Ой, менің құлынның қарны ашып қалыпты. Анаң айтайық, бізге жаңа сүзіп қойған сүзбені алып келсін, құрт жасайық. Сосын шай ішейік. Сүзбеңіз дайын болып қалыпты. Сүзбе дайын болса, сен анаңмен бірге құрт жасай бер. Мен оған дейін тоқымамды сүтіріп тастайын. Жарайды әже. Анасын ол құтты қанай жасайды? Қой, сиыр, түйе, жылқы деген төртілік мал бар. Бізде сиырдың сүтінен де, түйенің сүтінен де құрт жасайды. Әжең мана ағарғанды сүтті сауып, оны ашытып қояды. Ашытып қойғаннан кейін сүзбе жасайды. Міне сол сүзбеден біз құрт жасап жатырмыз. Құртты сендер далада ойнағанда, бұмен әжелерде шай ішеді, шөл қандырады. Сендер құртты жегенде денсаулықтарың мықты болады. Бұл деген өте дәруменге бай қазақтың ұлттық тағамдарының бірі. Қане сен де жасап көр, екеуміз бірге жасаймыз. Анасы не қатты жақсыйраңыз. Білем құлыным, өте керемет. Өзің де жасап қара қолыңмен. Мінеке Аянат, біздің сүзбемізден осындай қаншама көп құрт шықты. Енді әжемізбен отырып шай ішейік. Сен маған шай жасауға көмектес жаным. Жарайды анасы. Асыланым өзің барда, басымда тұрақ қонақта, анамның ақ жаулығы әппақ-әппақ. Кәнекей, мен құлынымның жасаған құртынан ауыз тиіп көрейін, қалай екен? Дәмді екен. Ас болсын әже. Рахмет. Басымда тұрады әркез ақ қонақ. Қайды іштік, енді дастарханымызға бата береміз, қолыңды жай. Құдай жарылғасын, берекет берсін, абырой берсін, аман сақтасын. Дастарханымыз мол болсын, әр уақытта той болсын. Әумин.